бір, екі, үш, тексереміз. Армысыздар, құрметті көрермендер, менің есімім Ақерке, YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бұл жерде мен әдебиет туралы, кітап, кино, музыка әлемі жайлы сөз қозғауды жөн көріп ашқан болатынмын. Өткен айда сіздерге күзгі уақыт кезінде өзіме дайындаған кітаптарға шолу жасап видео түсірген болатынмын. Бірақ видео түсіру дегеніміз оңай шаруа емес екен. Сондықтан да осындай бір ай көлемінде жоспарлы түрде шығарылымдар жасап отыру қолымнан келмеді. Бірақ дегенмен де ештен кеш жақсы. Бүгін мен сіздерге өткен сол шолуларда көрсеткен Донна Тарттың «Щегол» есімді романы туралы біраз пікірімді білдіргім келіп отыр. Жалпы бұл роман туралы айтып бастамастан бұрын кішкене Донна Тарттың шығармашылығына, Донна Тарт кім екен, қандай жазушы, неге Пулитцер сыйлығына ие болды деген сұрақтарға жауап беріп, соғыларға тоқтала кетсек. Одан кейін романның маған ұнаған, ұнамаған тұстары туралы, жалпы өзім романды оқып шықтым. Біраз ойлары ұнады, және де қазақша осы роман туралы біраз пікірімді білдіре алатын сияқтымын. Жалпы видео түсіріп жатқанда өкінішке орай мен өзімнің сабақ үстінде немесе мақала жазып отырғандағы ойларымды жинақтай алмаймын. Сондықтан да қазірден кешірім өтінемін. Негізі бір өте жоғары сапалы контент жасағым келіп еді. Себебі бұл әдебиет, себебі бұл кітап оқу мәдениеті, және мен осы каналды өзіммен қатарлас жастар, өзімнен кейінгі оқушыларым, студенттерім қарап бірге кітап оқуға насихаттайтын бір алаң болсын деп ашқан едім. Көреміз енді, әр түсірілім сайын мүмкін сапа да арта бастайтын шығар. Донна Луиза Тарт америкалық жазушы, қаламгер, 1963 жылы ақш-тағы Миссисипи штатында дүниеге келген екен. Өзінің шығармашылығымен ол 1992 жылдан бастап айналыса бастайды. Оған дейін 1980 жылдардан бастап 5-6 жыл әртүрлі университеттерде, әртүрлі мамандықтарда, факультеттерді ауыстырып, жаңағы үлкен бір мектептен шығады екен. Өнер факультетіне түседі, әдебиеттану факультетіне түседі екен. Сөйтіп жүргенде ол өзінің ұстазы, жазушы, журналист, алғашқы бір нақты жазушымен танысқан кезі сол университет жағында Джо Маккинспен танысады екен. Джо Маккинс америкалық жазушы, қаламгер, журналист, көбіне жаңағындай саяси тақырыптарда жазғандықтан мүмкін ТМД мемлекеттерінде, мүмкін Европада көп тани бермейтін шығар, бірақ өз оқырмандардың арасында, яғни америкалық арасында өте танымал қаламгерлердің бірі. Осы таныстықтан кейін жаңағы Донна Тарт әдеби кружоктардың қатарына еніп, студенттік кезінде Каппа Гамма деген өнерлі адамдардың ағайындылығы құралады екен, соның мүшесіне қабылданады. Жалпы өзі шығармашылығын кішкентай кезінде 5 жасында өлең жазып, қалалық, кішігірім қаладағы басылымдарда жарыққа шығара бастаған екен. Одан кейін 13 жасында кейбір шығармаларын Миссисипидағы әдеби альманахта жарық көрген. Бірақ кейінгі жылдары өзінің 1992 жылдан бастап шығармашылықпен айналысты деп айтып өттік қой. Донна Тарт өте аз жазатын қаламгерлер қатарына енеді. Аз жазады, бірақ саз жазады. Себебі әр романы
10 жылда бір рет шығып отырады. Ол біріншіден. Екіншіден, әр романы Дональд Тарттың дәл осы Шигол сияқты өте көлемді болып шығады. Мен Шиголды нақты қатты көлемді деп айта алмаймын, бірақ басқа кітаптармен салыстырғанда біраз уақыт алады оқуы, сондықтан да осындай үлкен көлемді романдарды жазатын қаламгер деп айтуға болады. 1992 жылы Дональд Тарттың алғашқы романы жарыққа көреді. Тайная история. 1992 жылы көп адамдар осы роман арқылы Дональд Тартты тани бастайды. Таралым кітаптардың тиражы бірден сатылып кетеді. Оқырмандар арасында үлкен махаббатқа, үлкен ілтипатқа ие болады. Сыншылар тарапынан да жақсы пікірлер келіп жатады. Содан кейін осы алғашқы романның өзі бірден әлемнің 24 тіліне аударылған екен. An instant bestseller, The Secret History is winning praise for combining a savvy literate style with an edge-of-the-seat plot, and we are pleased to have her here with us. Welcome. Thank you. How'd you do it? Worked every day. Yeah. Worked every day for 8 years. You've always wanted to write, and for a long time? For a long time, ever since I was a little girl, I always loved to read books, and I thought, what a wonderful thing if I could just read books all day. But writing is even more wonderful because it's a deeper level of involvement. You know, when you're reading a book, you're very... аударылған екен. Араға 10 жыл салып, 2002 жылы екінші романы «Маленький друг» дүниеге келеді. Бұл романда жалпы ешқандай теріс пікірге алмайды, оқырмандар жақсы қабылдайды, және де сатылымы да жақсы өтеді екен. Осы уақыт арасында осы екі романның мен біраз сюжетіне қарап өттім интернет арқылы, рецензиялар оқыдым. Романдардың көбінесе басым бағыты детектив екен. Яғни Дональд Тарттың өзінің ерекшелігі психологиялық, әлеуметтік тақырыпта сөз қозғай отырып, детективті элементті қолдану деп айтар едім. Себебі Шигол романында да осындай детективті метод дейміз, қазақшасы қалай болады, әдістерді қолдану арқылы оқырманды кейде шынымен де мәтінге өзіне алып кететін сияқты. Бұл орайда оны көбісі Чарльз Диккенспен салыстырады екен. Чарльз Диккенс әрине де сіз білесіз, Англия әдебиетінің классигі, әлем әдебиетінің классигі, және дәл осы реализмді жоғары деңгейге көтерген жазушылардың бірі еді. Сол Диккенстің де осы көп мақамдарының бірі, әдеби әдістерінің бірі, детектив элементтерін қолдану болатын. Мүмкін соған қарап Дональд Тартты да элемент детективтерін қолданатын жазушы болғандықтан Диккенспен салыстыратын да шығар. Жалпы Дональд Тартты өте көп мақтайды өзге жазушылар. Соның ішінде Стивен Кинг Дональд Тартты ең мықты жазушылардың бірі, қазіргі замандағы өзінің замандастарының арасында ең мықты қаламгерлердің бірі деп атайды екен. Тағы да араға 10 жыл салып, 2002 жылдан тіпті 10 жыл емес 11 жылдан кейін 2013 жылы дүниеге Шигол деген роман келеді. Міне осы роман Дональд Тарттың бағын ашады деп айтсақ болады. Себебі бірден роман шыққаннан кейін сатылымы тез тарайды, тиражы тез тарап кетеді. Сыншылардың пікірлері өте жоғары деңгейде баға беретін болады. Және тағы да айта кететін жайт, дәл осы роман шыққаннан кейін The Times баспасы, шатаспасам, бірден беделді баспалардың бірден Дональд Тартты жылдың ең ықпалды 100 адамы тізіміне енгізеді. Көбінесе бизнесмендер, жаңағы қалталы адамдар, саяси беделі бар адамдар енген тізімге бір жазушының жаңағы аты белгіленіп кетуі өте
қызықты болды мен үшін сол кездің өзінде. Мен ол кезде бакалавриатта оқып жүрген болатынмын. Демек, романын оқып қарап көру керек деген ой келген болатын. Сол роман міне енді ғана қолыма тиді. Роман шыққаннан кейін бірден Пулитцер сыйлығына ұсынылып, Пулитцер сыйлығын жеңіп алған екен. Міне кітаптың артқы жағында Стивен Кингтің, Алексей Цветковтың және Washington Post басылымының өте керемет отзывтары бар, пікірлері. Егер кітапханада немесе кітап дүкенде болсаңыз, қарап жаңағыдай парақтарын барлығын қарап шығыңыз, мүмкін сіздің де қызығушылығыңызды тудыратын шығар. Романның есімі Щегол, The Goldfincher, ағылшынша жаңағы оригинал тілінде. Бұл қазақша аударғанда шымшық құс. Кішкентай ғана міне осындай шымшық құс. Қазір картиналарын қойып кететін боламын. Немесе қазақша алтын шымшық, сары шымшық деп атап жатады. Мүмкін мен қателесіп те отырған шығармын. Егер қателесіп жатсам, міндетті түрде бұны да жазып кетіңіз. Немесе ағылшындағы оригинал атауына сүйеніп отырсақ, алтын шымшық деп атасақ, өте әдемі келетін сияқты, құлаққа жағымды. Щегол романының басты кейіпкері ол Карл Фабрициустың картинасы, дәл осындай есімді, осымен аттас. Бұл картинаның ерекшелігі өте кішігірім картина болса да, Европа арасында, жалпы әлемде ең танымал картиналардың бірі. Себебі 3D форматын жетілдіріп, жаңағындай негізін қалап кеткен картиналардың бірі. Егер жақсылап қарасаңыз, сары шымшық кішкентай құс жіппен жаңағы байланып отырған, басын бір жағынан көрерменге жаңағы бұрып отырса, ал денесі басқа жаққа бұрылып қарап отыр екен. Дәл осындай техниканы қолдану арқылы мен әлірегіне дейінді қылқалам бойынша нақты біле бермеймін, дегенмен де көзге көрінетін техника. Жаңағы шымшық құс тірідей алдыңызда бір жанданып тұрған сияқты. Сондықтан да бұл ең жаңағындай жанашыл шығармалардың бірі болатын. Өз кезінде Карл Фабрициустың өзін көбісі танымай жатса, оның міндетті түрде ұстазын танитын боласыздар. Атақты Рембрандттың шәкірті. Осы күнге дейін 16-ға жуық еңбегі біздің осы күнге жеткен екен. Және де жаңағы оның өте танымал, өте талантты шәкірті бар, өзінің Вермеер. Мүмкін көбісіңіз көріп жүрген әдемі сұлу қыздың маржан тасты сырғамен бейнелетін әдемі қыздың суретін салған Вермеер осы Карл Фабрициустың шәкірті екенін айтып өткім келеді. Жалпы сюжетке тоқталсақ, қысқаша ғана кішкентай бала Теодор өзі анасымен бір күні қарапайым тұрмыстық тіршіліктермен мектепке бару керек болады. Мектепке барар жолда Метрополитен музейіне, мұражайына кіріп, сол мұражайда кішкене картиналарды қарап өтуді анасы ұсынады екен. Сол анасымен бірге Нью-Йоркта жайбарақат қатардағы бір күн болып басталады әңгіменің басы. Бірақ өкінішке орай дәл сол уақытта Метрополитен мұражайында, енді бұл автордың қиялы бойынша, үлкен жарылыс болды. Үлкен жарылыста кішкентай Теодор өзінің анасынан айырып қалады. Бірақ жарылыс кезінде өте қызықты оқиға болады. Біріншіден ол өзінің өміріне үлкен әсерін тигізетін бір үлкен ересек еркек адаммен танысады. Ол кісі үлкен жаңағы қария Теодорға бір зат табыстайды. Жүзік, өте ескі, бір
қымбат жүзікті табыстап, сол жүзікті аманат ретінде біреуге жеткізуін сұрайды. Және өтіп Теодор сол жарылыстан аман есен шығып бара жатқанда, мына картинаны қалдырма деп, сол Щегол картинасын алып кетуін сұрайды. Кішке жарылыс кезінде апыр-топыр, абыр-сабырдың арасында Теодорды ешкім байқамайды, бала көңілде түсініксіз. Мен анам қайда деп біраз дейді, бірақ анасы үйге кетіп қалған шығар деп өзі сол картинаны алып, бірден үйіне кетіп қалады. Әңгіме осылай басталады, өте қызық өрбиді, өте жаңағындай нақты әдемі бейнеленген картиналар, өте әдемі бейнеленген қозғалыстар, жалпы сюжеті, фабуласы барлығы өте әдемі құрастырылған, бұған сөз жоқ. Әр сөзі жаңағыда аудармасының өзінде болса да, әр сөзі нақты әдемі жеткізілген. Бірақ бірнеше әрине де өз нюанстар бар. Оны біраздан кейін соңында айтып өтейін. Бұл романның басты кейіпкері кішкентай бала Тео, және одан бөлек басты кейіпкер деп мен осы Щегол картинасын атар едім, себебі дәл осы картина өзінің бір магиялық тылсымымен оқырманға, мысалы мен осы кітапты басынан аяғына шейін оқып отырғанда, осы картина бір менің үйімде, менің бөлмемде тығылып жатқан сияқты болды. Мен сол картинаны табуым керек сияқты болды. Мен сол суретті міндетті түрде бір жерге жеткізуім, бір аманаттың жүгі жаңағындай арқада сезілетін сияқты. Дәл осы тарапынан қарайтын болсақ, әрине де роман өте қызықты жазылған, мұндай эффектіні жаңағы жаратудың өзі кез келген жазушының қолынан келмейді. Бірақ кейіпкерлердің көбісі өте түсініксіз деп айтуға болады. Біріншіден жаңағы әйел образы Барбур өте сәтті жасалған, миссис Барбур, кейін Теоны өзінің бауырына басатын әйел. Ал балалардың образдары біраз жаңағындай өзіме сенімсіз, нанымсыздау болып келген сияқты. Мәселен, кітаптың 200-ші бетінен кейін 250-ші бетінде шамамен ең қызықты кейіпкерлерінің Борис деген бала пайда болады. Ол Ресейден келген босқын, және бұл жерде тағы да стереотиптегі бір кейіпкер шыққан сияқты, себебі шынымен де америкалық фильмдерде, америкалық романдардың көбісінде орыс персонаждары бір мафиямен, қылмыстық әлеммен байланысы бар болып шығады. Бұл жерде де бұны айналып өтпеген, бірақ дегенмен де Борис жақсы кейіпкерлердің бірі бір жағынан, екінші жағынан өзінің бір шытырман оқиғалары да бар. Ол міндетті түрде жаңағы Теоның өмірін келешекте өзгертетін болады. Жалпы бұл романы туралы айту қиын, себебі мәселен әдеби канондарға сүйенетін болсақ, әрине өте керемет жазылған, терең, интеллектуалды, әдемі, реализмға жанасатын, өте көлемді, әр істі, әр әрекетті әдемілеп, тәттілеп жеткізген. Бірақ мен өзімнің жеке пікірімше, бұл романда бәрі әдемі құрастырылған, бірақ бір нақты шедеврге, сол жаңағы Пулитцер сыйлығын алған шығармаға татитындай бір нәрі немесе дәмі жоқ сияқты. Оны қалай түсінуге болады? Мәселен, Селлинджердің әңгімелерін оқыңыз. Мәселен, Чиверді оқыңыз, Америка әдебиетінің Джон Абдаевты оқыңыз. Немесе америкалық драматургтар, Тенниси Уильямсты оқыңыз. Мысалы, ондай мәтіндер шынымен де классикаға жатады, себебі әр барған сайын түбіне жете алмайсың.
мифтік бір прослойкасы бар, мифтік пласт, содан кейін дін пласт, психология, әлеуметтік пласт бір-біріне жанасып келіп, үлкен әдемі бір картина құрайды. Ал бұл романда әдемі баяндалған сурет, әдемі баяндалған қимыл қозғалыстар, және де өте қызықты, шытырманды, бағана басында айтып өткенде, детектив әдісі қолданылған шытырманды оқиға таңдалған. Өте қызықты. Мәселен, бұл жерде мынандай ойлар бар. Адамның өмірі өткінші, дүние өткінші, бірақ өлмейтін, өшпейтін бір нәрсе бар, ол тек өнер. Яғни жаңағы жарылыста қаншама адам қайтыс болады ғой. Солның ішінде Карл Фабрициустың «Шигул» романы аман есен жаңағы баланың көмегімен аман есен жетеді бәрібір ұрпақтан ұрпаққа. Бірақ бала жаңағы өзінің аналық махаббатын, өзіне жетіспеген аналық махаббатын сол картинаға жаңағыдай аударып жібереді де, ұзақ уақыт бойы ересек кезге дейін, өзінің ес білген кезіне дейін сол картинамен өте терең психологиялық байланыс орнатады. Ондай байланыс адам баласына жақсылық әкелмейтіні көрсетіледі, себебі басты кейіпкер өзінің трагедиясының шешімін нақты таппаған соң, анасын жібермеген соң, анасының орнына сол картинаны алып қалған үшін жаңағындай есірткі қолданып, темекі шегіп, алкоголь қолданып, сондай бір өзінің жаңағындай есін жоғалтып алғысы келетін жаңағындай зиянды әрекеттерге итермелеп тұрады. Жаңағындай трагедияны толық, басындағы трагедияны толық кешпегеннен кейін, жылап көрмегеннен кейін, анасын жоғалттым деп жаңағындай кешірдім немесе жібердім деген сияқты сондай бір эмоцияларды бастан кешпегеннен кейін, оның барлығын ол картинаға аударып, сол картинаға анасындай қарағаннан кейін, сол басты кейіпкердің, Теодор деген жас жігіттің, соңына қарай жас жігіт болып баяндалады. Бір жағынан ішкі күйзелісі жақсы көрсетілген. Бұл ұтымды тұсы. Дегенмен де мен өзім ойымша жеке көп шетелдік, мәселен, шетелдік сыншылардың көбісі пікір білдіріп жатқандай, бұл роман нақты Чарльз Диккенс немесе Рэй Брэдбери немесе сол өзі Стивен Кингтің өзі сынды классикалық дүние болып қалмайтын сияқты. Себебі бұл жерде өте көп әдеби клише бар, өте көп жаңағындай көз бояушы, мен ойымша көз бояушы әдістер қолданған. Сондықтан да Донна Тарттың «Шигул» романы маған жалпы ұнады, бірақ дәл әдебиеттанушы ретінде өзім көптеген жаңағындай кері тұстарын көрген сияқтымын. Өкінішке орай видео форматта барлығын айтып, нақты жеткізу мүмкін емес. Сондықтан да жақын уақытта белгілі бір сайттарда, мүмкін газеттерде егер ұсыныс түсіп жатса, осы роман туралы толық жаңағындай жазба түрінде рецензияны жариялайтын боламын. Қарап көріңіздер, оқып көріңіздер. Оқымаған, білмеген нәрсеге баға беріп сын айту өте оңай, бірақ дұрыс емес. Сондықтан да қандай да әдебиет болмасын, қандай да жаңағындай классикаға жатама немесе арзандау күлкі негізінде құралған сюжет болсын,
қандай да бір әдеби шығарма болсын, оны біріншіден оқып көру керек, содан кейін ғана барып бағасын беру керек. Ең керемет журналдардың өзі үлкен баға беріп жатқан күннің өзінде қарап отырсаңыздар, тым артық кетіп жатқан кездері байқалады. Себебі біз өзіміз бизнес, ақша заманында өмір сүріп жатқан сияқтымыз. Сондықтан да мүмкін сондай маркетингтік әдістер бізді шынайы, әдемі, классикалық дүниелерден адастырғысы келіп жатқан сияқты. Біз сол жолда адаспайық. Дәл осы ертең немесе келесі аптада, осы жақын арада тағы да бір видео түсіремін, және де әр апта сайын видеолар қатарын салып отыруға тырысамын. Міндетті түрде каналға жазылып, пікіріңізді білдіріп, егер қате кем тұстарым бар болып жатса, ал олар міндетті түрде бар екенін білемін, жазып, түзетіп жіберіңіздер. Себебі сын түзелмей, мін түзелмейді. Бірге оқиық, бірге көрейік, бірге дамиық деген әдемі тілекпен осы түсірілімді аяқтағым келіп отыр. Сау болыңыздар.